Сәлем достар, сіздермен бірге мен Сезім, ал енді видеоға біз бастаймыз. Мен бұрын достарыммен өз досым бар. Және біз 4 жылдай дос болдым. Және Молочный орманға бардық. Және сол кезде менің әжем бір қорқынышты кукланы алып келді. Біз шошып кеттік. Және оны қайдан алдыңыз деген кезде мен оны біз жәрмеңкеден алдым дедім. Сосын біздің ата-анамыз кетіп қалды, және ол кезде интернет істемеді. Сондықтан біз қорқынышты әңгімелер айтып отырдық. Әңгімелер түрлі. Сосын ол ана жақтан бір дауыстар және есікті тырмалаған дауыстар шықты. Біз шошып кетіп үйге қарай барамыз деп шештік, және қатты суық болып кетті. Сондықтан біз қайтуға тура келді. Біз ол кукланы қараған кезде біз әдемі киімдерді төсектің үстіне қойып кеткенбіз. Енді қарасақ ол көйлектер жоқ екен. Біз оны іздедік, және ол төсектің астында жатыр екен. Және арттан бір дыбыс шықты. Мен оған қараған кезде кукла жатты. Біз қорқып кеттік. Және оның бетін жауып қашып кеттік. Досым ағашқа барып, бұған тиіспесінші, бұл менің сүйікті ағашым деп шақтады. Және әжелер бәрі келді. Біз қорқып ұйықтадық. Және таң атқан кезде ағаштар қурап, жапырақтар түсіп қалыпты. Біз шошып кеттік. Және ол куклаға барған кезде әжем айтты. Және келесі келмеңдер деп кетіп қалды. Біз шошып кеттік. Достар, егер бұл видео ұнаса, маған лайк басып, маған тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.